құжаттарды шығару бітті. Суреттерді ілу бітті. Барлық емтихандарды тапсыру, қызылға бітіру, ең мықты қорқынышты болу қалды. Достым, мен де сен сияқты өзіме сенімді болсам ғой. Қобалжып тұрған жоқсың ба? О, не дегенің? Жоқ. Мен осы сәтті өмір бойы күттім. Сабақ тезірек басталса екен. О, құдайым-ай, оқудың бірінші күні кешігуге болмайды. Мынаған не жоқ? Қатты қобалжып тұрмын. Жарайды енді, сабыр ет. Қайырлы таң, студенттер. Үрей пәнінің 101 курсын бастайық. Мен профессор Найтпын. Сендер өз қалаларының ең қорқынышты құбыжығысыңдар. Бірақ сендер қазір менің қаламдасымдар. Ал мені қорқыту оңай емес. Декан Қазмырбике, аяқ астынан келіп қалдыңыз. Біздің декан, ана балумен айғай қуатын жинап, ең үздік рекорд жасаған. Кедергі жасағаныма кешіріңіз. Менің факультетіме оқуға түскендердің қорқынышты жүздерін көрейін деп едім. Осы отырған студенттерге бір-екі ауыз лебіз айтып, жігерлендірерсіз. Жігерлендіретін? Өте жақсы. Қорқыту әр монстрдың өмірінің мәні. Егер қорқыта алмасаң, онда несіне монстр атанасың? Менің мақсатым дарынды шәкірттің бағын ашу. Ал қабілеті жоқ шәкіртті тәрбиелеу менің міндетім емес. Сондықтан семестрдің соңында қорытынды емтихан болады. Егер құласаңыздар, мен Үрей факультетінен қуып шығам. Сонымен бұл сөздер жігер құйған болар бойларыңа. Жарайды. Айғайдың қайткен күнде әсерлі болатынын кім айтады? Иә. Оған себеп болатын 5 нәрсе. Ол дегенің айғайдың резонансы, дауыстың ұзақтығы және де... Кешіріңіздер, айғай деген сөзді естіп, ақырып жіберіппін. Кешір, ғафу ет. Шошытайын дегем жоқ. Қалайсың? Өте әсерлі екен. Мистер Салливан, Джимми Салливан. Салливан? Билл Салливан деген атақты қорқытушы. Е, ол менің әкем. Салливан. Бәсе солайды. Саған үлкен үміт артам. Несі бар? Үмітіңізді ақтаймын. Кешіріңіз, жалғастырайын ба? Жоқ. Салливан іс жүзінде көрсетті. Ал енді үрей оқулығын алыңдар да бірінші тарауын ашыңдар. Ей, дос, қарындашыңды берші. Ештеңе келмеппін. Өте жақсы. Керек дос еді. Шымайық, бұл жігіттер мен қыздар жатақханасының сауық кеші. Баруымыз керек. Үрей емтиханынан құласақ, құрыдық дей бер. Сауық сайран құрар жайым жоқ. Әлі бір семестр уақыт бар ғой, ал мұнда барсақ өзімізге жақсы дос табуымыз мүмкін. Арнайы кекс деп пісірдім. Өй, ыңғайсыз боп қала жаздады ғой. Алдымен қорқытушы болып алайын. Ойын сауық сосын. Тек байқа, тентек жігіт. Тентек жігіт.